Енді бізде және мейманлар бар, азыр таныстырып өтеміз. Мінекей үй алды қитақ жеріне, кішкене жер болса да, мінекей 50-ден аслам түп жүзім егіп, онан мол өнім алып отырған заманласымыз Тұрдыбай аға Сапаров пенен әңгімемізді давам еттіреміз. Қош келіпсіз. Қош келіпсіз, Тұрдыбай аға. Ең әуелі сұрауымыз сізге, жүзім егуге ықыласыңыздың артуына не себеп болған? Енді мен әкемнің үлкен баласыман, соның үшін мені атам тәрбиялаған. Атам Сафар деген адам диқан адам еді. Міне соның қасында жүріп, мен осы бақшылықтың, үйде жүде бақ көп еді, жүзім көп еді, сырларын үйрендім, соларды жеп, үлкейдім. Соның үшін мен қожалық болып, басқа шыққан уақытымда осы бақ жараттым, жүзім ектім. 50 түпке шамалас жүзім бар, қазір 100 түптен аслан бағым бар, мейве ағаштарым бар. Әзін сол тәрбие беріп жатырмын. Сіз Қарақалпақстан медицина институтында кафедра басшылығы, доцентсіз, мінекей қанегелігіңіз табиғат, медицина ілімдері. Демек, жүзімнің адамның ден саулығына пайдалы тарифлер хақында әлбетте бақалы мағлұматларды сізден аламыз деген ойда студиямызға мұрат еткен едік. Рахмет. Енді жүзім бұл ауқатлық зат. Өзі ауқатлық затты ілімде үшке бөлеміз. Белоклар, углеводлар, майлар деп. Енді углеводлар бұл организмнің жанар майы. Мысал үшін машин бензинмен жүретін болса, адам тикарынан углевод, глюкозаменен жүреді. Әнде сол глюкоза осы жүзімде көп болады. Соның үшін адам шаршап кесе, бір солқым жүзім жесе дәрудың кесе енеді. Міне жүзімнің құрамында А витамині, Б витамині, С витамині, К витамині көп болады. Міне осы витаминдер өзінің пайдалы тәсірін көрсетеді. Мысалы үшін А витамині көздің көруін жақсылайды, иммунитетті күшейтеді. Б витамині болса, міне жүде нерв системасына пайдалы. С витамині қан тамырларды бекемлейді, зат алмасуды жақсылайды. Енді жүзімде соныңменен бірге минерал тұзларым көп. Мысалы үшін калий, кальций, магний, фосфор болады. Бұлар анау-мынау мейвелерде болмайды, жүзімде болады. Енді айрықша айтып кететін нәрсе, жүзімде ресвератрол деген зат болады. Басқа мейвелерде болмайды. Ресвератрол бұл холестерин, қанда жақсы холестерин, жаман холестерин болады. Сол жаман холестеринді басып тұрады. Жақсы холестеринді көбейтеді. Енді бұның пайдасы не? Пайдасы сонdan ibarat бір адамда 120 мың километр қан тамыр болады бір-біріне жалғасаң. Жер шарын 3 мәрте орауға жетеді. Әне адам 30 жастан 40 жастан өткеннен кейін сол қан тамырлардың майда бөлімлері тығылады іші. Атеросклероз дейді оны. Міне сонdan адам қан басым болады, инфаркт болады, инсульт болады, әрқил кеселіктерге жүрек ауыр болады. Міне сонdan бірінші орында тұрады өлушілік. Адам тез қартаяды. Міне соның алдын алады ол респиратор. Ондан кейін тері жақсыланады, иммунитет күшейеді, қартаюдың алдын алады. Мысал үшін біз әдебиетлерден оқып барасақ, міне 120 жас, 130 жасқа шыққан адамдар сен не қандай ауқат жедің, қалай бұнша жасадың десе, олар айтады, мен жүзімнің суын іштім дейді көпшілік, таулы жердегілер. Міне осындай пайдасы бар жүзімнің. Жүда жақсы. Рахмет. Сізге өз мінеттаршылығымызды білдіреміз. Сау болың, саламат болың.